үшін жеке өзім обработка үшін жалпы сұрақтар менде жалпы 10 сұрақ мен ватчатқа бәрін жібердім, сізге де жіберген сияқтымын, иә, көрген шығарсыз. Докторлық диссертация жазып жатырмын өзім. Үш тілдік контекстіндегі Қазақстан жастардың әлеуметтік тілдік ұстанымдары деген тақырып. Өзім социология тілге байланысты. Дауыс шықпайды. Естіледі ме қазір? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Естіледі ме қазір менде? Бір естіліп, бір естілмей кетіп тұр. Мен қазір қосылып алайын. Құлағына. Осы жаңа естілді ғой, мен осы 3-ші жыл диссертация тақырыбым үштілділікке қатысты. Жалпы осы жастардың, бірақ сіз енді білесіз, бізде енді 16 жылдан бері білім беру жүйесінде үштілдік реформасы басталған еді. Бірақ та Тоқаев президент болғалы үштілдік реформаға ресми түрде біз жалпы енді ресми түрде тоқтатылды деп айтылып жатыр, бірақ шын мәнінде ол әлі де болашақта болатын сияқты, және қазір кезде білім беру жүйесінде жоғары оқу орындарында көптілдік білім беру жүріп жатыр. Соған қатысты біздің болашақ жастарымыз, Қазақстан жастар, осы қандай тілдік ұстанымдар болады? Осы егер енді мемлекеттік тіл қазақ тілі, сосын қарым-қатынас тілі орыс тілі дейді, мысалы, бірақ конституцияда мүлдем кішкене қазір басқа жазылған, және де ағылшын тілі жалпы осы әлемнің осы жаһандану тілі, және осы әлемдік ғылымдарға белгілі ақпарат алу үшін үлкен ағылшын тілі. Бірақ осы тілмен қатар тағы да бізде Қазақстанда басқа да 130-дан астам ұлт этностар тұрады. Солардың тілдері де бар, өзінің туған ана тілдері бар. Енді осыған қатысты жалпы бірінші сұрақ, жалпы сіз өзіңіз, мен сіз сарапшы ретінде шақырып жатырмын, сондықтан енді сіз көп жылдар енді мемлекет қызметте жұмыс істедіңіз, сосын шетелде де болдыңыз, сосын көптеген енді қоғам белсенді деп көріп жүрміз, оқып жүрміз сізді. Қазіргі кезде сіз елдегі осы тілдік жағдайды қалай сипаттайсыз? Осындай жалпы сұраққа жауап берсеңіз. Айдар, бірінші кезекте рахмет. Тіл мәселесіне қатысты мен осындай арнайы бағдарламаға сұхбат беріп көрген жоқпын, бірінші рет беріп жатырмын. Бірінші кезекте мен тіл маманы емеспін, яғни филолог емеспін, және кейбір тұлғалар сияқты, бір ұйымдар сияқты осы мақсат түрде бұл неге осы салаға бір белсене жұмыс істеп жүрген азамат ретінде көрмеймін өзімді. Қазақта сөз бар ғой, қойды қасапшы сойсын дейді ғой. Мамандар айтып жатыр ғой бұл саланы. Бірақ біз енді осы қоғамның мүшесі ретінде, және де өзі қазақ ұлтының өкіліміз ғой. Сол себептен бұл проблема болғасын, көбінесе біз өзіміз жеке ойымды, жеке парақшамды салып отырамын. Проблема бар екені белгілі. Өйткені қоғамда көп талқыланатын тақырып. Енді мен қазіргі таңда әрине бұрынырақ мемлекеттік қызметте болдым, қызмет атқардым. Әртүрлі сатыда болды. Қазіргі таңда қоғамдық Open Society қоғамдық қорының төрағасы болам. Жалпы бағдарымыз біздің қордың жұмысы негізі бөлек. Ол жергілікті мемлекетті басқаруды дамыту бағытында жұмыс атқарамыз. Соның ішінде біздің бір миссия жалпы қазақ тілді аудиториямен жұмыс.
қазақ тілді ақпаратты қазақ тілді аудиторияға қазақ тілінде жеткізу. Бірінші сұрақ елдегі тілдік жағдайға қатысты бір мынандай ақиқат бар. Бізде өте кең талқыланатын мәселе. Өйткені проблема екенін оны мойындауымыз керек. Жалпы енді мен де сіз де айтар бізге бұл проблема емес деп ойлаймыз, тіл мәселесі. Өйткені тілдік ортадан шыққан, сол тілде білім алған, сол тілде ойлана сөйлей алатын адамға бұл проблема емес. Ал кейбір тұлғаларға қазіргі таңда ол проблема. Өйткені бірінші жаңағы тілді білмейтін орталарға бұл проблема. Өйткені бұрыннан бері бұл талап болған жоқ. Қоғам тарапынан да, мемлекет тарапынан. Соңғы жылдары байқайсыздар, қазір талап күшейіп жатыр. Біріншіден заңнамалар қабылданды. Жаңағы тіл туралы заң бар, жаңағы тұтынушылардың құқығын қорғау заңы бар деген сияқты. Яғни мемлекет өз тарапынан уже сұранысты тудырып жатыр. Сонымен қатар қоғамда, оның ішінде қазақ тілді орта, аудитория, бұл да талапты өте үлкен қойып жатыр. Сол себептен тілді білмейтін орта тарапынан үлкен проблемалар бар. Мемлекет тарапынан көп нәрсе істелініп жатыр. Алайда байқасаңыздар, мен өз фейсбугымда осы тіл мәселесіне немқұрайлы қарайтын өзіміздің азаматтар туралы, яғни өзіміз деген бәрі өзіміздікі ғой. Мен қазақ ұлтының азаматтарына қатысты жазамын. Өйткені бірінші кезекте ол ана тілі, ол білуге міндетті, ол аксиома, бүкіл мемлекетте қабылданған ұстаным. Екінші, әрине тұтынушымен жұмыс істеген жағдайда мемлекет қызметкері болсын, ол міндетті білуге. Мұны осы тұрғыда проблема бар. Әлі де олар осы сұранысқа немқұрайлы қарап жатыр. Менің ойымша тілдік мәселесі осы проблема деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді жаңа осы біз негізі ғылыми тұрғыда тілді жаңа проблема мәселе ретінде осы көп жылдары солай қарастырылды. Қазіргі кезде проблема және тілдің дамуы. Бұл жерде мынандай бір бізде Қазақстанда тілді иеленушінің құрметтемеу салдарынан әлеуметтік немесе этносаралық жанжал туындауы мүмкін бе? Және қандай тілдер арасында болуы мүмкін осы жанжалдар, қарама-қайшылық дейміз бе әлде? Қалай жалпы осыған жауап бересіз? Енді соңғы кезде ұлтаралық жанжалдар бізде ашығын айту керек, ол болды. Ол болуы мүмкін. Мысалы, соңғы алысқа бармайық, соңғы Жамбыл облысындағы жағдайға байланысты. Бірақ бұның себеп салдары ол басқаша негізі. Ал тілдік мәселеде ұлтаралық болмауы мүмкін, бірақ әртүрлі топтар арасында ол бар и болып жатыр ол қақтығыстар. Яғни тілдік ортадан шыққандар, ол тілді білмейтіндерден талап ету, ол мен ойымша жалпы ол қалыпты дүние, қалыпты жағдай, ол әлемдік жерде, әлемдік деңгейде, тәжірибеде, мысалы қай елге барсаңыздар да, Европаның дамыған мемлекетінде мемлекет тілді білу деген ондай не жоқ, талқылау деген жоқ. Мемлекет тілді білу керек дейді бәрі, бітті. Ал бізде керісінше жаңағыдай жанжалды тудыртады. Осы жаңа неге міндеттімін деген сияқты жаңағы услугодательдер бар ғой, жаңағы қызмет көрсетушілердің өзінен заңды білмей тұтынушы мен жаңағы қызмет көрсететіндер бар ғой. Солар, олар заңның өзін білмей тұр. Мысалы, заң бар ғой, заң талап етеді. Екі тілде міндетті тұр. Бұл жерде орыс тілінде, қазақ тілінде міндеттеп тұр заң. Керісінше бізде қазақ тілді орта екі тілді меңгергенде екі тілде де жауап береді. Ал керісінше орыс тілділер, мен орыс ұлты демеймін, орыс тілділер, солар осы заңды да дұрыс білмейді, қоғамның нарықтық талапты да дұрыс түсінбей жатыр. Осы жағдайда бізде мына үлкен қақтығыстар болып жатыр. Енді әлеуметтік желіде былай қарасаңыз, өзі бізде кең талқыланатын тақырыптардың ішінде, мысалы,
осы тіл мәселесі көріп жүреміз ғой, әлеуметтік зерттеулерде өте кең талқыланады. Сол себептен осы жанжалдар болып жатыр. Ол заңды дүние деп ойлаймын. Ол жанжалдар әлі де бола береді. Енді бұның себебі түсінікті ғой. Жаңа қайталап кетейін, өйткені адамдар немқұрайлы қарады. Енді қоғам оянып, уақыт өзгерді. Енді бұл 10 жыл емес тәуелсіздіктің, 20 жыл емес 30 жылдықта қалай ол адам тілді білмейді деген заңды сұрақ туындайды. Өйткені мен өзім білемін, мысалы, тіл мәселесі өте қиын емес. Егер адамға өте қажеттілік болған жағдайда, және де оны шын сүйіспеншілігі болған жағдайда, тілді ол бір айда үйреніп алады деп ойлаймын. Мына осы адамдардың тарапынан осы жанжалдар тудыру себебі осыдан деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мына жерде Facebook туралы сіз айтып өттіңіз. Кейбір енді жоғары буындардан сұрасам, Facebook бұл қоғамның шынайы қоғамның қазіргі кездегі жағдайын қалай айтады? Біз Facebookқа қарап көрсетпейді. Көрсете ме, көрсетпейді? Сіздің ойыңыз қандай осы тұрғыда? Facebook ол қай мәселеге қатысты ғой? Қай мәселеге қатысты? Бізге талқылап отырған тіл мәселесі Facebook'та байқалады. Мен арнайы кейде қарап отырмын, жалпы қоғамның қазіргі беталысы қалай деген сияқты. Ал тіл мәселесіне ол өте көрінеді, осы жерде шынайы нені байқауға болады. Өйткені пікірлерін жазады адамдар, жалпы жаңағы видео дәйектер бар, мысалы, қатты болып жатады, ана тұтынушы қызмет көрсетушіге келіп талап етеді, ана білмейді деген сияқты. Шынайы былай фактілерге сүйенуге болады Фейсбуктағы. Тіл мәселесіне көрсетеді Фейсбук. Әсіресе, мысалы, блогерлердің өздері қай тілде жазатынын көруге болады. Қазақ тілінде жазатындар, орыс тілде жазатындардың арасында кімдерге лайктер көп, комментарий сияқты басқа да пікірлер салыстыруға тура келеді. Жоқ, Айдар, тоқталып кетейін. Біз жаңағы бұл әлеуметтік зерттеу площадкасы ретінде де қарауға болады Фейсбукты. Мен арнайы тіл мәселесіне қарап отырмын, тіл мәселесіне. Өйткені мен жалпы бізде бір ұстаным болу керек. Міне, қазақ тілі керек қой, керек. Біз уже ол талапты анықтап алдық. Бізге тіл керек. Қазақ ұлтына да, қазақ мемлекетіне де керек. Мемлекеттік тіл. Мәселе екіншіден, бізде енді қазір бізде мемлекеттік тіл десек, біздер жаңағындай мемлекеттік тілде орыс тілінде қосады ғой. Мен сол себептен акцент қойып жатырмын қазақ тіліне деп. Түсінікті болу үшін. Бізде жаңа комментарий қарап отырсаң, неліктен тілді білмеу деген аргументтерге сүйенеміз де, сол үшін біз зерттейміз. Неліктен адамдар білмейді, неге білгісі келмейді дегенде. Білгісі келмейді, ол яғни бізге қажеттілік жоқ деген сияқты сондай бір себептерін айтады да. Анау еріншектің ертеңі бітпейді, жалқаудың себептері бітпейді дейді ғой. Енді аргументтер өте аз. Орыс тілді, жаңа қазақ тілді білмейтін ортаның аргументтері жаңағындай, қажеттілік жоқ дейді, немесе оған жағдай жасалмаған деген сияқты. Енді бұл айтқанда бұрын айтылатын еді, қазір бұл себептер мүлдем қабылданбау керек деп ойлаймын да. Өйткені қазір тілдік орта өте үлкен, үйренуге мүмкіншіліктер бар деген сияқты. Сол себептен Фейсбукта өте сол бағытта мен қолданып отырамын. Негізі осы біз тарихи динамикада қарастырып отырсақ, тәуелсіздік алғанымыздан бері тілдік динамика өзгеріске ұшырап, белгілі бір позитивті трендтер байқалады. Мысалы, бұл демография, этнодемографияны, қазақтың өсуі, миграцияның салдары, көптеген факторлар әсер етеді. Және де біз жастар, қазақ жастары жалпы сан жағынан, жалпы білім беру жүйесіне барсаң, мектептерде пайыздық өсім көрініп тұр. Бірақ сіздің ойынша болашақта осы жастардың жаңа талаптары, яғни олар барлық қазақ тілді бітірді, мектеп, университет бүкіл. Бірақ үкімет, билік, жалпы қоғам әрине өзгереді. Және сол талаптарға ертең сай болу керек қой, ертең соған жауап беру керек қой. Енді жаңа қоғамды, жаңа ұрпақты өсіп жатыр.
осыған қатысты сіздің ойыңызша қандай да бір болашақта сол жастар тарапынан наразылық, мысалы талаптар немесе жастардың митингге шығу немесе осыны, яғни сондай қазір байқалады, бірақ сіздің ойыңызша қалай жалпы болашақта сондай осы саяси күрделі неге түсуі мүмкін бе бұл жағдай, үрейленіп осыған күрделеніп, яғни жастардың жаңа толқын жастардың қазақ тілді сұранысына жылдан жылға көбейіп жатыр, өсіп жатыр, яғни сіздің ойыңызша болашақта көрініс беруі мүмкін бе, және билік оған қалай жауап береді, әлде не істеу керек оларға қазіргі кезде? Айдар, сұрақтың несіне өзінде басында жауап беріп кеттім. Біз демографияға сүйенеміз да. Мен ойламаспын, осыдан бір 10 жылдан кейін үлкен қақтығыстар болады деп тілге қатысты. Болмауы мүмкін, өйткені демографияны айтып кеттіңіз ғой, бізде қазақ ұлтының үлесі 80%-дан жетіп тұр ғой қазір. Ол қазіргі көрсеткіш. Енді демографияда үлес салмағы артып келе жатыр, жаңағы қазақ ұлты жағынан. Ол ертең басымдық болады ғой, енді 90%-ға жетуі мүмкін деген сияқты. Екінші фактор, жалпы бұл жаңа поколениеда, яғни бір 10-20 жылдан кейін поколениеда, бұл жаңа ұрпақта, мүлдем жаңа ұрпақ. Тілді білген, өйткені бізде қазір текетірес қайдан болып жатыр. Бұл солтүстік өңірдегі азаматтар тарапынан жаңа тілді ортасы жоқ. Яғни жаңағы тек қана орыс тілді орта ғой. Жаңағы солтүстік өңірдегі Қостанай, Петропавл деген сияқты, Павлодар, бір-екі жерлер бар. Жалпы да ол жақта да қазір өзгеріс бар. Сол орта азаят. Екіншіден, мынау советтік жүйедегі аға буын бар ғой. Енді олардың ой санасымен жаңа ұрпаққа біз өзімізді жатқызбаймын мен, шын айтсам. Жаңа ұрпақ біздің мысалы балаларымыз, олар мүлдем жаңа ұрпақ болады. Оларда ол кеңестік жүйенің тарихын да білмейді, жалпы да түсінік болмайды оларда. Олар жаңа буын, жаңа қазақша оқып, қазақша жетіледі. Екіншіден, олар қазір жалпы акцент негізі ағылшын тіліне беріліп жатыр ғой. Олар сол тілге басымдық беріледі. Оларға бұл орыс тілі қатты қажет болмай қалуы да мүмкін. Мен 10-20 жылдан кейінгі көрініске болжам жасап отырмын. Сол себептен сіз жаңа айтқан бір көтеріліс, қақтығыс болмауы мүмкін ол уақыттарда. Әрине, алдағы 5-6 жылда болады. Неге? Өйткені әлі де қазақ тілін қалыпты, қажетті деңгейде білмейтін, шешім қабылдайтын органдарда отырған аға буынымыз бар. Және де сол аға буынның отбасы, балалары барлығы орыс тілінде оқып, орыс тілінде ой түзегендіктен, ол кісілер шамалар келгенше қазақ тілінің кейін дамуына әлі жол бермейді. Бұл шешім қабылдайтын азаматтар қатысты айтып отырмын. Ол кімдер шешім қабылдайтын? Ол жаңағы атқарушы билік пен заң шығарушы билікте отырған аға буын деп айтамыз. Ал жаңа буын ертең барған кезде оларда басқа проблема тұрады. Ол проблемасы жаңағы мүмкін тілді әлемдік деңгейге шығару мәселесі болуы мүмкін, қазақ тілін жетілдіру деген сияқты болуы мүмкін. Ал мынау қазіргі орыс тілі арасындағы текетірестер қатты болмауы мүмкін. Жақсы, рахмет. Онда келесі мынадай сұрақ. Іс-қағаздарды жүргізу тілі бойынша, документооборот дейді ғой, іс-қағаз жүргізу тілі бойынша сіз жеке өзіңіз қалай сипаттайсыз? Сіз Фейсбукта енді осы тақырыпта белсенді деп ойлаймын, аса белсенділердің бірі. Қай тілде жүргізіледі? Жалпы қазіргі жағдайды қысқаша өзіңіздің тарапынан сипаттасаңыз, мемлекеттік органдар болсын, басқа да қоғамдық институттарда, басқа мекемелерде құжат айналым, қағаздар жүргізу тілі қандай жағдайда болып жатыр? Енді ол бізде заңмен реттелген ғой. Мемлекеттік тіл, жаңа қазақ тілі бүкіл мемлекет органдарда жүреді. Ол міндетті. Хат жазсаңыздар да, хат жауап берсеңіздер да, ол міндетті түрде қазақша беру керек. Конституцияда жазылған ғой, наравне жаңағы мемлекет тілімен қатар деген сияқты, жаңа қазақ орыс тілі жүреді деген. Егер орыс тілінде жазылса, обращение, ол міндетті түрде орыс тілінде жауап беру керек. Мен
әртүрлі деңгейде қызмет атқарып келгендіктен, яғни бұл жергілікті атқарушы мен орталық атқарушы аппаратта істедім, және де тілдік әртүрлі ортада да қызмет еттім. Мысалы, бұрынырақ мен қазақи ортада жұмыс істеп келсем, кейін орыс тілді ортада да аудандық деңгейде қызмет атқардым. Сол кезде сұранысқа байланысты жұмыс істейміз. Енді әр мемлекет қызметкер осыны сақтау керек, жаңа талапты. Әр мемлекет қызметкер екі тілді бірдей білу керек. Өйткені оны бізге заң талап етіп тұр. Конституция и басқа заңдар. Бірақ басымдық мәселесіне келген кезде бізде заң конституциядан басталған өзінде, егер мән берсеңіздер, орыс тілі бізде және деп жазылмайды. Мемлекет тіл бізде қазақ тілі дейді, содан кейін үтір арқылы жазылады. Қазақ тілімен қатар деген сияқты. Мысалы, және деген, және деп, ол мен білуімше тек қана Беларусияда ғана жазылды, бір деңгейде деген сияқты. Бізде байқасаң, және деп жазылмаған. Бізде үтір деңгей жазылған, Қырғызстанда да солай жазылған. Тек қана орыс тілі, ол екі-ақ мемлекетте, жаңа титулды национальный тіл деп конституциямен бекітті ғой, орыс, Ресей Федерациясы и Белоруссия. Бізде ол мемлекет тіл қазақ тілі. Енді іс қағаздарды жүргізуде проблема бізде сол мамандарға байланысты. Мен қатты проблема көрмеймін. Мысалы, біз хат жазсақ та қазақ тілінде аламыз тиісті. Бұл жерде маманның сапасына байланысты. Ең үлкен проблема бізде бұл заң шығару аппаратында. Өздеріңіз білесіз, осыған дейін екі-ақ заң ғана қазақ тілінде қабылданған дейді, яғни әзірленген и қабылданған. Қалған заңдардың бәрі орыс тілінде. Оған сізге мен сол заң шығару процесіне қатысқан азамат ретінде айтайын, бізде заңдар орыс тілінде әзірленеді. Бізде, мысалы, заңды әзірлеген кезде орыс тілінде енді қатар жүргізіп отырамыз. Мысалы, мен екі тілді азамат ретінде, маман ретінде, мен қазір қазақ тілінде заң шығаруға біз дайын мамандар бар негізі. Мәселе талапта болып тұр да, егер жоғары жақты билік, басшылық солай орысша талап еткендіктен, ол орысша жүреді. Төмен сатыда тұрған мамандар сол тілде жүргізеді. Егер барлық мамандар қазақ тілін жетік білген кезде, мен жетік деп айтам, жетік. Бытовой деңгейде емес, ол жаңағы жетік білсе, мемлекеттік деңгейде, жаңағы ресми тіл деңгейінде, және ғылыми деңгейде біліп жатса, ол проблема болмайды. Сосын іс жүргізуде мынандай мәселе бар. Біз өткенде Фейсбукта да жаздым. Мысалы, ақпарат және қоғам даму министрлігінің азаматтардың бастамаларын қолдау орталығы деген бар. Сол жерде жалпы қазақ тілін нашар деңгейде білетін басшылар болды және бар. Оны мен ашығын айтайын. Бұрынғы басшы да болды, Батима Мукина деген. Одан кейін қазіргі басшы Лима Диас. Бұл кісілер енді орысша оқығансын, орысша ой етеді, сәйкесінше қазақ тілі ортаға қатты мән берілмейді. Бұл факт, мен оны ол кісілердің өздерінен айтқам, ашықты айтам. Жалпы мен позициясын сондай басшылық органдарға, басшылық лауазымдарға екі тілде бірдей меңгерген азаматтарды қою керек деймін. Мысалы, өткенде біз мынандай факт байқадық. Біз жалпы қазақ тілінде жұмысты жүргіземіз және қазақ тілінде құжаттарды жүргіземіз, жазамыз да. Сол кезде байқағаным, біздің өткізген құжаттарымыздың жаңағы жобаларымыз қазақ тілінде жазылған. Қазақ тілін қажетті деңгейде білмейтін мамандар бағалайды. Мысалы, мен оны жылда байқап жүрмін. Биыл оны ашық түрде мен Фейсбукта жаздым. Мысалға, Ирина Смирнова деген депутат бар. Напитовская деген бір үкіметтік емес ұйым мүшесі бар. Вертман деген кісі болды Алматы қаласынан. Бұл кісілер қазақ тілін мүлдем нашар түсінеді. И бір қызығы, сол кісілер осы қазақ тілінің жобаларына бағалау жүргізген да. Сол себепте мына осына нарықтың талабы да бұл жерде. Егер қазақ тілін білмесеңіз, ол кісілерге араласпау керек. Көрдіңіз, талап болып тұр. Яғни сондай орындарға, басшылыққа, сонымен қатар осындай байқау өтетін жерлерге
екі тілді, мен айтпаймын тек қана қазақ тілді біледі, екі тілді білетін азаматтар, және де ағылшын тілін білетін, жетік білетін мамандар болу керек деймін. Өйткені бұл жерде былай қарасаңыз, енді әділдік принциптері болмай тұр ғой. Қазақ тілін білмегендіктен әділдік. Мысалы, бізде кейде айтамыз, орыс тілін білуің керексің дейсің, міндетті де, ал кейбір азаматтарға ол міндет қойылмайды. Ол адамдар сол басшылықта жүргенде бір қызығы, білімді, кәсіби білімді мамандар осы қажеттілікті түсінбей, үйренбей жүргені кейде таңғаламын. Мысалы, міне факт осы, біз мысалы жобаны қазақша жазып өткіздік. Әрине бізде басқа үкімет емес ұйымдар сияқты орыс тілінде жазу бізге керісінше оңай. Өйткені қолжетімді ақпараттар бар, дайын жаңағы жобалар бар, солай өткізіп жіберуге болады. Әрине бұл жерде бізде бірінші кезекте бұл принцип. Қазақ тілін тек қана сөйлемеу керек, қазақ тілінде жазу керек. Сол себептен міне осыны пайдаланып тұрып, талапты күшейтуіміз керек. И сол талапқа сәйкес болу керек қазіргі мемлекеттік қызметтегі азаматтар. Ал іс жүргізуде мен проблема көрмеймін негізі. Қазір азаматтар қазақ тілінде жазды ма, қазақ тілінде алуға құқықтары бар, және мемлекет қызметтері ол жазуға міндетті. Әрине, мен сізбен толықтай келісемін, бұл жағдай өзімде байқадым. Маған өте маңызды болды осы проблеманы айтып өту және оны ескеру. Жақсы, жалпы мен түсіндім. Келесі сұрақ, жалпы енді жоғары оқу орындарда жалпы білім беру жүйесінде енді қазіргі кезде енді сіздің ойыңызша қандай мәселелер бар? Бұл жерде біз енді осы үш тілділік реформалар, басқа да көптілдік реформалар сияқты көптеген нелер болды осы соңғы 5 жылда, елімізде. Соған қатысты сіздің ойыңызша қазіргі кезде осы жалпы білім беру жүйесінде балабақша, мектеп, университеттерде осы тілдердің дамуында қандай мәселелер бар? Соған тоқталып кетсеңіз. Білім жүйесінде? Иә, білім беру жүйесінде. Айдар, мен өзім қазақ тілінде мектебін бітірдім. Сонымен қатар жоғары оқу орнын бірінші бакалавр деңгейін қазақ тілінде бітірдім. Сол тілде бітіріп, мен бір сапасыз маман болып шықтым деп ойламаймын өзімді. Яғни бұл жерде тілдің қатты сапалық жағдайда қатты әсер бермейді. Ол адамның өзіне байланысты. Жалпы сен қандай мақсат қойдың, қандай білім алуға, соған байланысты. Қазіргі таңда мен өткенде білім министрі Асхат Аймағамбеттің сұхбатын қарап шықтым. Ол міне өткен аптада шыққан сұхбат, өте керемет сұхбат. Соны қарап шығуыңызға мен де бір не берем, жаңа ұсыныс берем, қарап шығыңыз. Өте дәйекті, жаңа жақсы аргументтер айтты. Неліктен біз жаңағы қазақ тілінде оқуымыз керек деген сияқты. Қазіргі таңда сапалық жағынан қарайтын болсақ, білім беру жүйесінде қаншама азамат қазақ тілінде оқып шықты ғой. Тәуелсіздікке дейін ғана, тәуелсіз Қазақстанда да оқып жатыр. Тиісінше ақпараттар бар, жаңағы кәсіби құралдар, жаңағы әртүрлі саланың жаңағы кітап нелер бар ғой, предметный дейді ғой, жаңа нелер, пәндік кітаптар, солар бәрі бар деп ойлаймын. Ол енді қатты проблема емес деп ойлаймын. Енді осындай білім жүйесінде ол уже қалыптасқан бізде бар. Бірақ білім жүйесінде мен тілдік мәселеден аны байқадым. Жаңа білімдер, сода қазақ тілі әлде кемшіліктері бар. Мысалы, жаңа мамандықтар шығып жатыр ғой, ол медицина саласының өзі мысалы бір орында тұрған жоқ, дамып жатыр. Жаңа бағыттар, жаңа мамандықтар шығып жатыр, IT жағында шығып жатыр. Сол жағында проблема бар деп ойлаймын. Атак методика бар, ұстаздар жағынан мысалы қазақ тілді мамандар жеткілікті. Тек қана жаңа бағытта мамандар жетіспеуі мүмкін, және оқу құралдары жетіспеуі мүмкін. Осы тұрғыда мен қысқаша білім саласы маманы емеспін, бірақ айтып кетейін, осыны қолға алу керек.
яғни заманауи неден ағымнан қалмауымыз керек та. Қандай жаңа мамандықтар шықты ма, сол мамандыққа жаңағы білім гранттарын көп беріп, сонымен қатар сол бағытта мамандарды көп даярлауымыз керек. Қазақ тілді жаңа гранттар көбейтіп, соған көп жаңағы жобалар шықты ғой, 100 кітап деген шықты. Сол жобаны тоқтатпай, енді оған кететін ақша санап та қажет емес деп ойлаймын. Соған көп көңіл бөлуіміз керек. Жаңа экономика саласына, IT саласына кітаптарды көптен аударып, қазақ тілінде қол жетімді қылу керек оны, және де кітап қылып, және интернетте. Енді 100 кітап көп айтады, енді бұл 100 кітап не болады? Оған жылда бір айда 100 кітап аудару керек дейді. Сондықтан жаңағы азаматтық қолдау орталығы ЦПГИ бар ғой, азаматтық бастамалар қолдау орталығы, сонда ұсыныс беру керек сияқты, қазақ тіліндегі кітаптарды аударсын, яғни сол қаражат белгілі пайдалы нәрселерге жіберсе екен. Жақсы, енді бұл жерде үштілділікке қатысты өзіңіз жеке үштілдікті қолдайсыз ба? Және неліктен қолдайсыз, немесе қолдамайсыз, және қандай мәселелер бар? Өйткені үштілдік негізі осы балабақшадан бастап, мектеп, балабақша, сосын жаңағы 6-7 сыныптан бастап информатика, физика сияқты пәндер ағылшын тілінде өткізу туралы бастамалар болды ғой. Әлі де ол меніңше жай уақыт еншісінде, енді болашақта да оны қайтадан қарастыру мүмкін. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы азамат ретінде мен мемлекеттік деңгейде қабылданып жатқан, оның үстіне жаңа президент, елбасы бар, қазіргі президент. Егер бір ұстанымға тоқталса, мен көп ұстанымына келсем, өйткені бұл биліктің ең несі ғой, қалай айтатын еді, ең басты тұлғалар ғой. Олар ойланып, толғанып, төмендегі билікпен бәрі ақылдасып шығатын реформалар ғой. Үштілділік деген мен өзім былай түсінемін. Жалпы мен қолдаймын оны, жалпы қолдаймын. Үштілділік керек. Егер осы кезеңде алса, осы кезеңде ол қажет. Бұны елбасы бұрынырақ айтып кеткен. Бірақ кейін Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз бұған керісінше баға берді. Бірінші кезекте тілімізді көтерейік деді. Сосын жаңағы қателеспесем, қазір балабақшадан оны алып тастады, ағылшын тілін. Және бірақ бастауыштар әлі оқып жатыр. Нарықтың тілімен қарайтын болсақ, қазіргі уақытта ол керек. Неге? Бірінші себеп, қазақ тілді бізде ақпараттар әлі жеткіліксіз. Қазақ тілді заманауи білім бағытында бізде қазақ тілді ақпаратта жетіспейді. Сол себептен бізге тез шешім қабылдау үшін, сапалы деңгейімізді көтеру үшін біз мәліметті жасыратын жоқ, орыс тілінде аламыз, немесе ағылшын тілінде аламыз. Бұл қазіргі жағдайда. Ал жаңағы айтып кеттім ғой, 10-20 жылдан уақыт мүлдем бұл көрініс өзгереді. Сол себептен бізде ағылшын тілі ол қалады, ол позициясы ағылшын тілі. Ол енді одан қаша алмаймыз. Ағылшын тіл ол әлемдік тіл. Сол себептен бізге егер ұлт ретінде жаңғырғымыз келсе, әлемдік кеңістікке өткізіміз келсе, ғылым, жаңағы мәдениет, технология бағытында бізге бұл керек деп ойлаймыз. Бірақ приоритет деген бар, басымдық деген жай. Басымдыққа келетін болсақ, біз ұлт ретінде сақталып қалу үшін міндетті түрде бірінші кезекте өз ана тілімізді сақтай білуіміз керек, және оны дамыта білуіміз керек. Ал әлемдік деңгейге шыққымыз келсе, ол міндетті түрде ағылшын тілі. Егер бұл сұрақты сіз осы 10-20 жылдан кейін қойып жатсаңыз, мен керісінше бұл үш тілдіктен бір тілдікті алып тастаймын да, яғни жаңа орыс тілін, екі тілді ғана қалдырамын. Өйткені уақыт өте орыс тілі өзінің позициясын негізі біздің кеңістікте қазірде жоғалтып жатыр ғой, ол жоғалтады. Өйткені орыс тілі тек қана
посткеңестік елдерде ғана қолданатын, оның ішінде осы Қазақстан, Беларусь, Украина деген деңгейлерде ғана осы елдерде қолданылады. Болашақта ағылшын тіл бұны басып, қажеттілік болмай қалуы мүмкін. Сол себептен қазіргі таңда ол керек, үш тілділік, бірақ балабақша деңгейінде қажет емес. Және де бастауыш емес, жоғары сыныптардан бастау керек. Жаңағы ағылшын тілді солар бізге керек. Ал болашақта осы екі тілді біз сақтап қалуымыз керек. Қазақ тілін және ағылшын тілін. Рахмет. Мынандай тағы да сұрақ туындап жатыр. Бізде елімізде аралас мектептер көп. Ол жерде қазақ мектептері басым, сосын мыңнан аса орыс мектептер бар, орыс тілді мектептер, және аралас мектептер бар. Сондай-ақ соңғы кезде жаңа депутаттардың осы өзбек, ұйғыр мектептерін жабу туралы бір хабарын естідім. Сіздің ойынша осы ұлттық мектептер болашақта қалай болу керек? Өзіңіздің енді мүмкін ойыңыз ба, стратегияңыз бар деп болашақта сіз мемлекеттік қызметте жұмыс істедіңіз, оны жақсы танисыз. Аралас мектептерге қатысты, басқа ұлттардың мектептеріне қатысты ойыңыз қандай? Жалпы болашаққа қалай олар дамиды? Жалпы мемлекеттік саясат бізде былай ғой. Сұранысқа байланысты қалыптасады, иә? Заң қабылданады, немесе бағдарламалар проблемаға сәйкес, проблема ол бізде төмен жақтан пайда болады да, соның сұранысына, халықтың сұранысына сәйкес бізде жаңа заңдар қабылданады, немесе тиісті бағдарламалар қабылданады. Енді мектепке қатысты, яғни білім алу, иә, білім алуға қатысты. Бұл халықтың өзінің сұранысына сәйкес іске асатын бұл процесс. Мана ең бірінші сұрақтан бастадық қой біз, демографияға сүйенеміз да бұл жерде. Егер жаңағы қазақтың үлесі егер артылып жатса, жаңағындай 90%-ға жетіп жатса, әрине бұл жерде қазақ тілінің мектептің сұраныстары артады. Мен мынандай бір статистика оқығам, нақты қазір есіме түсіп тұрған жоқпын, бірақ бір кісінің мақаласы ма соны жазылған. Мысалы, 80-90 жылдар орыс тілді мектептер көп ашылды ғой, бүкіл кеңестік жүйеде. Алайда қазіргі таңда, мысалы, мынау қазақ тілді елді мекендерде, ол жаңағы Алматы облысы, немесе оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында бұрынғы сол орыс тілді мектептер қазір қысқарып жатыр да, олар араласқа өтіп жатыр. Алайда мынандай проблема бар екен. Сол орыс тіліндегі мектептерде мамандар тапшы болып жатыр. Жаңа педагогтар. Солардың жетіспегендіктен олардың орнын қазақ тілді мұғалімдер басып жатыр. Алысқа бармай қойып, мен мысалы Астанада өткенде мынандай факт естідім. Керей Жәнібек көшесіндегі 89-шы мектепте бастауыш сыныптарда орыс тілді сыныптардың мұғалімдері колледждің оқушылар екен. Яғни маман тапшылығына сәйкес олар жаңағы колледждің действующий оқып атқан балалары қазір мұғалім болып жатыр. Көрдіңіз ғой? Яғни орыс тілді мамандар азайып жатыр, және де сапалық жағыда олардың төмендеп жатыр. Яғни қазақ тілді маман орыс тілді сыныптарға қалай сабақ береді? Өздеріңіз былай айтқанда абсурд қой. Қазақ тілді маман орыс тілді сыныптарға береді. Әрине ол ақша беру мүмкін арасында. Онда бізге керегіне орыс тілді мектептер деген сияқты. Яғни демографияға сәйкес болашақта бұл тенденция жалғаса береді. Яғни орыс тілді неге мектептерге сұраныс азаяды. Менің болжамым осы жалпы. Жақсы. Тағы да мынандай сұрақ, осы қазақ тілінің әліпбиіне байланысты латын графикасына көшіру бастамасы
осы 25 жылға дейін билік үкімет басшылары, президенттің өзі осы 25 жылға дейін енгіземіз деген бастама бар. Сіз осы латын қарпіне ауысуны қолдайсыз ба? Жеке өзіңіз. Мемлекеттік деңгейде бұл қабылданған реформа, сәйкес мен бұны қолдаймын. Бірінші. Екіншіден, қазақ тілді азаматпын ғой, мен бұл жерден ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Керісінше бұл біздің ұлттың қалыптасып дамуына керісінше үлкен фактор латын әліпбиіне көшуіміз. Егер біз дамуды қолдайтын болсақ, онда латын харпіне көшу бізге қажет. Енді мен әдеке филолог емеспін, бұған баға беретін, жалпы оның латын әліпбиін қалыптастыруға мен жалпы қатты мән берген жоқпын мен. Өйткені қасапшы сойсын дейді ғой, өз мамандары бар, солар талқылады, өзара ұрысты, олар. Мен қатты мән берген жоқпын, өйткені білдім, басты елбасы тарапынан ұстаным бекітілді, біз латын әліпбиіне көшеміз дедік. Екінші мәселе, оның жалпы үндестік заңы дейді, неге сәйкестендіру, сондай өзі филологтар талқылап жатты. Енді мен естуімше соңғы тоғытерін айтып қабылдады, қателеспесем, соңғы нұсқасын. Ағылшын тілін білетін азамат ретінде және қазақ тілін еркін білетін азамат ретінде маған латын әліпбиіне көшу проблема тудырмайды. Әлеуметтік желіде байқағаны, бұған қарсы болып проблема айтып атқан тұлғалардың мен мынандай аргументтерін түсіндім. Бірінші кезекте бұл кісілер кириллица деңгейінде қазақ тілін білмегендіктен, бұлар жалпы қазақ тілінің өсуіне қарсы азаматтар. Бірінші. Екінші аргументтері бұлардың айтып жатқаны латын әліпбиіне қарсылығы. Бұған көп қаражат кетеді дейді. Енді мен өзім санаған жоқпын, қанша кетеді. Бірақ тілге кететін қаражатты мен өзім санамаймын. Өйткені біздің қазақ ұлтына қажетті дүние. Сол себептен бірінші кезекте мен қолдаймын. Әрине, мәселе бұл жерде тағы да мемлекеттік басқару жүйесіне қатысты ғой. Кемлок деген жойылу керек. Мәселе бар. Өйткені ертең миллиардтап ақша бөлу мүмкін осыған. Мысалы, өзіңіз білесіз, қазақ тілін дамыту үшін мемлекеттік бағдарлама болды ғой. Қаншама миллиардтап ақша бөлді. Бірақ енді эффект бар енді. Азаматтар тартылып, қаншама азаматтар қазақ тілін қазір еркін біледі. Бірақ баяғы бір жартас деңгейде жүрген азаматтар бар. Әлі үйренбей жүр. Мен ұстаным мынандай, жалпы мемлекеттік деңгейде қазақ тіліне ақша бөлу қажет емес деп ойлаймын. Бірақ қана механизм бар оны. Тек қана сұранысты тудырту керек, яғни қажеттілікті. Қажеттілік өзі екі тұрғыда іске асады. Бірінші, заң нормаларын енгізу керек, қатаңдату керек. Екінші, халық нарықтық жүйенің тілімен талап ету керек. Ол жаңағы тұтынушы ретінде талап ету керек. Екінші, мемлекеттік қызмет өкілдерінен талап етіп отыр. Қазақша жауап беру керек, қазақша жазу керек деген сияқты сондай талаптар күшейтуіміз керек. Енді жаңағы сұраққа оралсам, бізде латын әріпбиіне көшу осы жемқорлық белең ала ма деп ойлаймын да. Өйткені ертең кітаптар шығарады, неше түрлі шығарады, сол миллиардтап ақша көп кету мүмкін. Ондай не бар, қалай қорқыныш бар. Ал жалпы қазақ азамат ретінде нарықтық жүйенің тілімен қараған кезде латын әліпбиі бізге керек. Өйткені аргументтер айтып ғой, қайталайын, латын әліпбиі бізді көкжиектерге апарады, ғылымға, технологияға өту үшін біз латын әліпбиіне міндетті түрде көшуіміз керек. Соңғы сұрақ, егер уақытыңыз болса, жалпы енді мемлекеттік туралы айтып
қолдайсыз, бірақ осы қаражат тәуекелдіктер бар екені қазір анық. Осы жерде осы мемлекеттік тілді дамытуға қатысты сіздің ойыңызша қандай шаралар тиімді болды, және оны әрі қарай қандай шаралар дамыту керек, не істеу керек деп ойлайсыз, осы бүгінгі жағдайды жақсартуға, өзгертуге, жалпы дамуға, иә? Сіздің ойыңызша осы тілдік жағдайды өзгертуге байланысты қандай шаралар тиімді болды осы мемлекет тарапынан? Мемлекет өз тарапынан тиісті шараларды атқарды. Заң қабылдады, жаңағы бағдарлама қабылдады, қаражат бөлді деген сияқты. Ол қажетті кезеңдер болды. 2000 жылдары тәуелсіздік енді алып қалыптасқанға дейін ол кезде қажетті болды. Ендігі бағытта менің жалпы ұстанымым, егер мемлекеттік деңгейде қарайтын болсақ, егер біз қазақ тілін шынайы керек десек, кәні орыс тілі деңгейінде сол деңгейге көтерілетін кәдімгідей сұранысқа ие тіл болсын десек, мемлекеттік қызметте отырған басшылар мынадай заңды қатаңдату керек. Оны енді тіл жанашырлары айтып жатыр ғой. Тілді қатаңдататын тиісті нормаларды енгізу. Мысалы, тілді мүмкін қатты кететін шығармын. Жаңағы тұтынушылар құқығын қорғау заңы дейді ғой. Соны мысалы тілді білмегендіктен қызмет көрсетсе, соның әкімшілік кодексіне сәйкес мысалы штрафын айыппұлын көбейту керек. Мысалы 50 өмір болсын керек десе. Сосын қызметке, жалпы мемлекет қызмет болсын, барлық жаңағы бюджеттік қызметкерлер бар ғой, қызметтер жаңағы балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарына міндетті түрде қазақ тілін білу жаңағы тесттерін тапсыру керек. Қажетті деңгейде білу керек олар, сондай талапты қою керек. Бұл мемлекеттік деңгейдегі ұстаным болу керек. Ал халықтың өзінде, біздің қазақ азаматтары, мысалы мен көп балалы әке ретінде, мен бүкіл балаларым, мен барлығы қазақ мектептеріне барады. Қазақша ой қорытады. Сол сияқты барлық азаматтар осындай шешім қабылдау керек. Бала өмірге келді ма, баланы сен қазақ қылу керексің. Қазақ қылу ол яғни қазақ тілін білу. Тілді білмей ол ешқашан ұлттың толыққанды өкілі бола алмайды. Енді бұл менің ой қорытуым, мүмкін қателесетін шығармын. Және де жалпы әр ортада қазақша сөйлеп, қазақша талап етіп, сондай жұмыстар жасау керек. Банкке барсын, жаңағы дүкендерге барсын, барлық жерде қазақша талап ету керек. Сұранысты тудыртуымыз керек. Сосын Айдар, мен мана айтып кеттім ғой, тілге бөлетін ақшаны азайту керек деп. Бізге сол тілді ақша бөлуді сұрап жүретін бір байқаған өзіміздің азаматтар екен. Филологтар болсын, қазақ тілін жаңағы оқыту орталықтары, қазақ тіліне керек деп жаңағы ақша сұрайды. Былай айтқан кезде. Енді өзінің нарықтық өмірде өмір сүріп жатыр ғой. Тұрмыс билейді деген сияқты жаңағы ақша керек. Сосын жаңағыдай осыны өтірік уәждер айтады. Тілдік орталықтарды дамыту керек, құруымыз керек дейді. Ал сол ақша бөледі, бірақ оның эффектісіне, оның несіне, нәтижесіне жауап бермейді. Мысалы, қаншама тіл орталықтары ашылды. Нелер жоқ та, баратын адамдар жоқ та ол жерде. Ал қазір Астанада былай қаланы шығыңызшы, әр үйлерде ағылшын орталықтар бар, қазақ тіл орталықтары мысалы бесплатно ашылған тіл орталықтарына бармайды да. Ал бірақ сол тіл орталықтарын оның құру үшін, оны ақы төлеу үшін қаншама ақша кетіп жатыр да. Сол себептен осыған мен сүйеніп, жаңағы ақша бөлуде доғару керек деп ойлаймын.
іс шара өткізуге деген сияқты, тіл бұл орталықтарын құру деген сияқты. Иә, түсіндім. Марғұлан, бұл жерде мен білуімше бізде жалпы республика деңгейде тіл білімі Шаяхметов атындағы осы Астанада және бар тіл дарын. Енді олар көбінесе филологиялық тұрғыда, иә, институт ретінде дамып жатыр. Тілді сіздің ойынша жаңа акиматтың ішіндегі жаңағы тіл білімі департаменттері бөлімдері бар ғой, солар туралы айтып отырсыз ба, иә? Бізде мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінеді ғой. Бюджеттің өзінің сұранысы болады. Ол бір проблеманы шешуге бағытталады да, өзі бюджеттен ақша бөледі. Оның жалпы сосын нелер бар, индикаторлар бар да, мысалы тілді, мысалы орталық құрды ма, мысалы 100 адамды оқыту керек дейді, соңғы нәтижесі оның тілді меңгергендердің саны 90%-ға жету керек дейді. Бірақ оған ешкім есептеп оны байқап жатқан жоқ, мысалы анықтап жатқан жоқ. Ақша игеріліп жатыр да. Ал нарықтың тілмен қарайтын болсақ, мысалы мен өзім Европада болған кезде, мысалы 1 апта болайын ба, 10 апта болайын ба, сол елдің бір 20-30 тілін үйренуге қадам жасайын да. Сұраныс бар да, мысалы дүкенге барсаң, қай жерге барсаң. Тілде сұраныс болса, ол 1 айда үйренеді. Ал егер біз осындай конструктивті ұстаныммен өмір сүретін болсақ, ақша бөліп, бірақ оның нәтижесін қарамай тексермей жүре берсек, ақша бөліне береді. Тек қана бірақ жолы жаңа қатаңдату керек, сұранысты тудырту керек, сол кез ғана тіл дамиды. А так бізде былай қарап отырсақ, тіл жаңағы орталықтар бар, Байтұрсын атындағы орталықтар бар. Қаншама жыл жұмыс жасап беріп жатыр. Олар сәйкес жаңағы тілдік ақпарат құралдары бар, бәрін жасап үлгерді ғой, енді қазақ тілін оқытудың бәрі жетеді, жеткілікті деп ойлаймын. Мәселе қажеттілік жоқ болып тұр ғой кейбір азаматтарда. Қаншама орталықтан құрыңыз, қаншама оның ақысыз курстар жасаңыз, бәрібір нәтиже болмайды. Сұраныспен ғана жұмыс істеу керек. Енді біз білеміз, бүкіл жалпы қазір интернетте ғой, және қарапайым болсын Google аудармашы бар ғой, Google Translate, Google аудармашының өзі қазақ тіліне дұрыс аудармайтын сияқты. Енді кейінгі кезде кішкене мүмкін жақсарып жатқан сияқты, бірақ бұл да осы жұмыспен айналысатын кімдер деп ойлайсыз? Жалпы өзіміз ғой, өзіміз істеуіміз керек қой, әлде сондай институттар осыған назар аудару керек. Яғни энциклопедия, жалпы терминологиялық сөздіктер болсын, әдіснамалар болсын, мысалы қазақ Википедиясының өзі, мысалы, иә, көптеген интернеттегі жобалар көп қой, мысалы. Сонда дұрыстайтын осы институттар емес па? Соған сіздің ойынша көңіліңіз толмайды, иә, оған, оның жұмысына? Жоқ, мен жаңа ақша бөлмеу керек деген, мен мынандайға бөлмеу керек. Тіл орталықтарын құрып, бір тілді іс-шаралар бар ғой, концерт қойып жатады, бір флешмобтар жасап жатады, оны қажет емес деп ойлаймын. Ал мынандай жаңа бағытта инновация жағында ол дұрыс, ол жағын керек. Гранттар бөліп, мысалы бір приложение, қосымшалар нелер бар ғой, соны жасауға, интернеттегі жаңағы ақпаратты таратуға оған керек ақшалар. Мысалы жаңағы 100 кітап деп айттым ғой, қазақ тіліне аудару, ол жағынан керек. Мен айтып отқаным жаңа енді бұрмаламау үшін, әркім әрқылы түсініп қалатын, мен қаражатты жаңа тиімсіз жақтарға бөлмеу керек. Тіл орталықтарымен жаңа іс-шараларды өткізуге. Жаңағыдай жаңашылдыққа ол бөліп отыру керек, қаражат керек. Жақсы. Жақсы, рахмет. Менде осы тілге байланысты сұрақтар жалпы жоқ. Соңғы жеке өзім сұрағым осы ономастикаға қатысты. Ол ономастикада тілмен қатар жүретін сияқты. Солтүстік өңірлердегі жалпы елді мекен, жер су аттарының әлде қазақшаланбағаны, және соңғы кезде біз Қарағанды Октябрь ауданы Әлихан Бөкейханұлының атына енді ғана ауысып жатуы туралы. Сіздің ойынша осы Павлодар, Петропавл сияқты ірі қалалардың атауын өзгертуге бізге уақыт келді ме, әлде ерте ме, әлде бізге көптеген саяси тәуекелдер бар ма? Сіздің ойынша осы тұрғысынан айтсаңыз.
бұл тілден бұрын идеологиялық мәні бар сұрақ қой. Жалпы қазақ жері болғансын, мысалы, сізде де бала бар, менде де бала бар. Сәйкесінше біз баланы Иван немесе Джон деп қоймаймыз ғой. Қазақтың атын береміз. Сол сияқты қазақ жері болғансын, сәйкесінше біз қазақтың атауы болған дұрыс деп мен өзім солай ойлаймын. Бірақ жаңағы сіз нені айтып кеттіңіз ғой, Қарағанды қаласындағы Октябрьге сәйкес. Біз мынау соған қарсы болған азаматтарға бір өзім түсінбейтін жағым бар. Жалпы егер маған мынандай таңдау болып беріліп тұрса, мысалы Октябрьдің орнына Лермонтов болса, немесе Пушкин болса, мен нейтральды жағдайда болады деп. Өйткені әлемдік аты бар тұлғалар, ақын, жазушы деген сияқты. Оған ойлануға. Ал Октябрь сияқты мәні жоқ. Бұл Октябрь деген айдың аты ғой, былай айтқанда, немесе революцияны. Сол қарсы болып жатқан азаматтардың өзі сол революция туралы білмейді. Ол революцияны білген өзіне ол мәні де жоғалды. Сол сияқты көп аттар бар, мәнісіз жаңағы қажет жоқ тұлғаларға, және де жаңағындай қажетсіз, то есть емес жоқ, түсінікті емес жоқ атаулар бар да, мысалы Петропавл, Павлодар дегенде мен қатты зерттеген жоқпын, бірақ ол үлкен ұлы тұлғалар емес. Орыс азаматтарына өте бір мән беретін үлкен емес, ұлы тұлғалар емес мен білуімше. Егер ол жерде мүмкін жаңағы не болса, жаңағы айтып кеткен Лермонтов пен Пушкин болса, ойлануға болатын еді. Немесе сол қаланың дамытуына кәдімгі үлес қосқан азамат болса, басқа ұлт өкілі болсын. Ондайлар көп қой, мысалы бізде Астана қаласында Янушкевич деген көше бар да, мысалы, үлесін қосқан елдің дамуына ондай азаматтардың атын қалдыру керек. Ал егер түсініксіз аттар болса, ол әрине ауыстырған жөн деп ойлаймын. Мен осы тақырыпта осындай ұстанымға жеке бұрыннан бері тоқталған, мен қазір де ұстаным сондай. Мәнсіз жалпы тәрбиеге, жалпы жас ұрпақтың бір қалай айтатын еді, енді бір идеал болу керек қой адамдарға да. Мысалы, Бөкейхановтың атын бердік па, ертең ол балалар зерттейді, Бөкейхан кім болған дейді. Бұл ұлы тұлға болған екен, бұл елдің нақты болашағын ойлайтын мемлекетшіл азамат болды ғой деп зерттейді, жалпы соған сосын не етеді, жаңағыдай сол кісі азамат сияқты болғысы келіп сондай әрекеттер жасайды. Ал енді жаңа Октябрь сол не, Октябрь бұл жерде орыс тіліне қатысты емес, бұл жерде. Бұл идеологиялық мәні бар. Жалпы сондай Айдар, мен ұстаным ономастикаға байланысты. Жақсы, рахмет Марғұлан, уақытыңыз бөлген үшін. Менде жалпы сұрағым осы, жалпы бүкіл тіл бойынша біраз нәрсені айтып тастадық деп ойлаймын. Және сіздің ақпаратыңыз маған пайдалы болады деп ойлаймын. Егер сізде сұрақтар болмаса, онда біз осымен аяқтайық. Айдар, мен жалпы басқа вебинарларға қатысып тұрамын. Тілге жаңа айтып кеттім ғой, басында бірінші рет сұхбат беріп тұрмын. Мен үкімет емес ұйым тарапынан осы 3 жыл осы салада жүрмін. 3 жылдың ішінде біз мысалға қазақ тілді жаңағы еңбегіміз үшін шығар үздік үкіметтік емес ұйым деген номинациясын алдық. Көптеген жаңағы ұйымдармен де жұмыс істеп үлгердік. Бізде бір мынандай үлкен проблема бар. Көп МПО-лар, жалпы МПО деген не ғой, үкіметтік емес ұйымдар, бұлар жалпы мемлекеттік саясатты іске асырушы тұлғалар, бұларда ұйымдар. Мемлекет көп жағдайда осы ұйымдарға өкілеттіктерін беріп жатыр. Мемлекетті саясатты насихаттау, жаңағы ақпараттандыру деген сияқты да. Енді бұл кісілер аудиториямен жұмыс істейді да, жалпы халықпен жұмыс істейді. Шетелдіктермен жұмыс істеп жатқан жоқ, Украина халқы, немесе Белорусия халқы емес, Қазақстан халқымен жұмыс істеп жатыр ма? Сапалық жағы бізде әлсіреп жатыр.
қазақ тілді ортамен жұмыс істейтін үкімет еместер көп, өте көп. Мына өткенде ғана бір ұйым жаңағы ЦПГИ дейді ғой, азаматтық бастамалар қолдау орталығына, үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істеу грантын ұтты 50 миллион теңгеге. Мысалға, былтыр 2 айда 10 миллионы мысалы жұмысын жасаған. Сол кісілерге мен сұрақ қойдым, қазақ тілді оқытушылар бар ма деген. Сұраныстың жоқтығына байланысты қазақ тілді оқытушылар жоқ дейді бізде. Бұрынырақ айтатын қазақ тілді оқытушылар, эксперттер жоқ деп. Енді әрине олар көздері жетіп отыр. Бізде қазір сарапшылар жетеді. Әр салада қазақ тілді мамандар бар. Енді жаңағыдай уәж айтып отыр, бізде не жоқ дейді, жаңағы сұраныс жоқ дейді. Сұраныс бүкіл жерде бар, қазақ тілінде сұраныс бар. Бұл жерде мәселе жаңағы үкімет емес ұйымдардың өкілдерінің өздерін қазақ тілді білмегендіктен жаңағыдай себептер айтып жатады. Бұл себеп неге әкеледі? Яғни жаңағы жобалардың сапасыз іске асырылғанына мен толыққанды баға бере аламын. Өйткені мақсатты аудиториямен бұл кісілер жұмыс істей алмады. Мына осындай проблемалар бар. Біз енді осы үкіметтік емес ұйымды секторда жүріп, осымен біршама күресіп жүрген жайымыз бар. ЦПГ қазіргі уақытта біз жаңағы тіл мәселесін көтеріп, және оны арнайы құзырлы органдар тарапынан тексерту жасап жатырмыз. Өйткені жаңа айтып кеттік, қазақ тілде өтінімдер ешқашан жаңағы жеңімпаз болған емес. қазақ тілінде жазылған ұйымдар мүмкін жаңағы тіл мәселесінде, дін мәселесінде болған шығар жеңімпаздар. Ал көп тұрғыда жалпы орыс тілінде жазылған жаңағы өтінімдер жеңімпаз болып жатады. Мына осындай жағдай бізде қазір. Сізге рахмет, мүмкіндік бергеніңізге. Иә, мен онда запись